Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен ерекше бір рецептпен бөліскелі тұрмын. Яғни, егер сіздер үйде сүт пісіріп жатқанда іріп кететін жағдайлар болатын болса, онда сол іріген сүттің суыны төгіп тастамай, сол суға блинчик жасауға болады. Яғни, видеоны соңына дейін қараңыздар. Менде осылай сүтім іріп кетті. Енді осы іріген сүттің суыны сүзгішпен табағыма құйып алатын боламын. Менде 1,5 литр сүт болды. Осының осылай суыны, 1 литрдей суыны осылай құйып алдым. Яғни 1 литрге жетер-жетпестей болады. Түбінде суы көп, мен барлығını құйған жоқпын. Осылай суыны құйып алған соң, қалған қою бөлігіні бір шетке алып қоятын боламыз. Енді бұл менде жылы күйінде болды. Осы суымызға мен 3 жұмыртқаны салатын боламын. 2 жұмыртқа салсаңыздар да болады. Енді 3 жұмыртқаны жарып болған соң, мен 1 шай қасықта жаңаға қопсытқыш салатын боламын. Және жарты қасықта осындай тұзды салып жібердім. Ал қантты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Тәттілеу болсын десеңіздер, онда көбірек салыңыздар. Енді барлығыны бірге жақсылап араластыратын боламыз. Яғни біркелкі болғанша осылай араластырдым. Жұмыртқамыздың барлығы біркелкі болды. Енді үстінен ұнымызды салып, жақсылап тағы да араластыратын боламыз. Мен ұнды осылай көзіммен сала-саламын. Яғни егер сіздерде жаңағы су 1 литрдей болатын болса, онда 2 стакан, орташа стаканмен 2-2,5 стакан салатын боласыздар. Яғни өзі жақсылап араластырған соң, өзі кәдімгідей білінеді. Қою да, сұйық та болып қалмауы қажет. Яғни блинчиктің жаңағы қамырыны, құрамыны барлығымыз жақсы білеміз. Тура сол сияқты жасайсыздар. Енді мен осындай кішкентай шөміште 1 шөміш өсімдік майын салып жібердім. Тағы да жақсылап араластырамыз. Яғни барлығы біркелкі болғанша араластырып 10 минут тындырып қоямыз. 10 минуттан соң мен қызып тұрған осындай табама, яғни сковородкама салып, блинчиктерімізді пісіріп бастаймыз. Міне осылай барлығы осылай тесік болған соң, бірінші жағы осылай қызарған соң, екінші жағаны аударып, тағы да пісіреміз. Барлық блинчиктерімізді осылай пісіріп алатын боламыз. Бұл блинчикке ванилин қоссаңыздар да болады. Яғни ерекше бір иіс беріп тұрады. Ол қоспасаңыздар да, ол өз қалауларыңыз. Міне осылай пісіріп алдым. Енді қалған блинчиктерімізді де дәл осылай орташа отта пісіріп алатын боламыз. Бұл блинчиктің дәмі сүттен жасалатын блинчиктен сәл ғана айырмашылығы болады. Былайша дәл сол блинчик сияқты әдемі үлпілдек болып шығады. Міне осылай блинчиктеріміздің барлығын мен осылай пісіріп алдым. Екінші жағы да қызарған соң, табамыздан алып алатын боламыз. Міне біздің блинчиктеріміздің барлығы осылай дайын болды, достар. Міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер. Егер менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдында мен сіздермен өте көптеген пайдалы, қызық рецептермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, сіздерге менің каналымдағы видеоларымның барлығы көрініп тұратын болады. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.